Партнерлар, корейский сайтқа қалай кіруге көрсетейін. Мына өзіңізге кіресізді, кірсеңіз де болады, болмаса да, мысалы, кіре салайық жарайды. Клик. Енді сіздің фамилияңыз тұр ғой үстінде, міне фамилияның үстінде русскийді басасыз да, Корея деген мына тұр. Нүрді басасыздар. Сонда сіз корейский сайтқа кіресіздер де магазинді көруге болады. Қазір обновленный варианты шығады, міне, қорқпаңыздар. Өте оңай бәрі. Зато өздеріңізге керек заттарыңызды қарап, неме істеуге болады. Біліп, кодын біліп алсаңыздар болды, сонда бізде прайс бар. Сол прайста теңгенің ақшасын көруге болады, бағасын. Теңгемен. Вот перевод жасап жатыр. Қазір перевод жасалса жақсы болжайды. Перевод жасап жатыр. Вот мне перевод жасады. Мне то же самое мне нәрсе бөлінген. Полностью көремін десеңіздер көріңіздер. Мне бүйтіп, не пивилар тұр, көріңіздер ме? 1 деген ол вон ғой, вондары. Корейский бағасы. Міне. Міне көресіздер өстіп. Не керек сіздерге? Мысалы, не керек үстінде ме? Мынау через Google кіріп отырмын, сондықтан через Google кірген дұрыс. Здоровая пища дейді, красота дейді мне. Жизнь и домашний декор дейді. Мысалы, мне жизнь и домашний декорды көрейік, давайте. Не бар екен? Енді бізде жоқ заттар керек қой бізге. Қазақстан бойынша бар заттарды заказ бермеңіздер. Неге десеңіздер, ертең оған балл берілмейді, плюс қымбатқа келеді. Ол ана жақта арзан болғанымен, мына жаққа қымбат келеді. Сондықтан абайлаңыздар. Лучше қазақстанский сайттағы қазақстанский, міне жоқ затты заказ берсеңіздер болады, міне. Сөйтіп қарасаңыздар болады. Мысалы, перчатки бізде бар, заказ бермейміз. Мына порошок бар, бермейміз. Қалғаным болады, міне. Салфетки дейді, айланып жатыр. Осылай көруге болады, құрметті партнерлар. Мына басып қалсаңыздар, мысалы, міне. Сізде оны аннотация шығады, как бізде секілді ғой бәрі. Міне. Аннотация шығады. Қанша неме бәрі мынаны скрин жасап немесе корейский неме бар. Переводчик деген соны енгізіп алыңыздар. Сол жерден өздеріңіз перевод жасап істеп алсаңыздар болады.